Қайырлы күн, құрметті Тарих мектебі каналының тұрақты көрермендері. Сіздерге алдыңғы видеода уәде бергенімдей, бүгінгі айтылымда ежелгі Үндістанның ғылыми білімдері мен мәдениеті қалай қаншалықты дамығандығы туралы мәлімет бергім келіп отыр. Ежелгі Үндістанның 4 ғасырында үнді жерінде Гупта әулеті билікке келеді. Әулет дегеніміз ол бір тектен шыққан билеушілер екені түсінікті. Осы Гупта әулеті Үндістанның солтүстігіндегі барлық мемлекеттерді біріктірді. Осы әулеттен шыққан екінші Чандрагупта көрші мемлекеттермен жүргізген соғыстарымен өте әйгілі болып атағы шықты. Жаулап алған елдері оған алым-салық төлеп отырды. Соның арқасында ежелгі Үндістанның мәдениеті, шаруашылығы, білімі дамыған болатын. Енді қазір қандай шаруашылықтар дамығанына назар аударып кетейік. Үндістанның жерінде малшылар көбінесе сиыр, оның ішінде зебуды көп өсірді. Зебу өзінің мол сүт беретінімен ерекшеленетін малдың түрі, сонымен қатар жылқы мен қойды көп өсірді. Олардың шаруашылығының дамуына Үнді және Ганг өзендерінің бойында орналасуы өте тиімді болды. Өйткені олардың аңғарларында егіншілік, мал шаруашылығы және қолөнер кеңінен дамыған болатын. Әсіресе олар дәнді дақылдардың ішінен арпа, бидай, күріш, мақта, күнжіт егіп мол өнім алып отырды. Сонымен бірге Үндістанда өте көптеген дәмдеуіштерді дайындау ісі әлі күнге дейін өзінің маңыздылығын жойған жоқ. Ал олардың асыл тастар мен өрнектелген әшекей бұйымдары да әлі күнге дейін бүкіл әлемнің назарын өздеріне аударып отыр. Соншалықты таңғажайып, өте керемет жоғарыдағы сапалы әшекей бұйымдарды, асыл тастарды саудаға шығаруда Үндістанның сыртқы сауда айналымы өте жоғары деңгейде дамыды. Үндістанның әшекейлерін тағу кезеңде тек әйел адамдарға ғана емес, ер азаматтардың да белгілі дәрежеде әшекей тағып жүрулері олардың касталық деңгейлерін, әлеуметтік жағдайларынан хабар беріп отырды. Ежелгі Үндістандағы тағы дамыған үлкен шаруашылықтың түрі ол қолөнер. Әйел адамдар үнді егіншілері жерді тыңайтуды үйренсе, әйел адамдар тоқымашылықты үйренді. Орманды жерлерде егін алқаптарына айналдырып, жер өңдеушілер жылына 2-3 рет өнім алатын болса, әйел адамдар осы түскен өнімнен жасымық, пияз, қияр, асқабақ, бұрыш сияқты дәмдеуіштер өсіріп, олардан әлемдік саудаға шығарып отырды. Үнді тоқымашылары көбінесе жібек мата тоқып отырды. Олар арнайы тоқыма станогын ойлап тауып, таңнан кешке дейін түрлі алашалар тігуді әлі күнге дейін жалғастырып келе жатыр. Үнді материалдарының ең сұраныста болуының бірден бір себебі ол таза мақтадан тігілетінінің ерекшелігінде. Әлі күнге дейін мануфактуралық даму үрдісінен асып кеткен жоқ екен. Сонымен бірге Үндістанда піл сүйектерінен әшекейлер жасау, әртүрлі бұйымдарды дайындау, сүйек өңдеу ісінің жоғарғы қарқында дамығандығының дәлелі болып табылады. Енді осы Үндістанда өнеркәсіппенен өнердің ең жоғарғы сатыда дамығандығы соншалық, сыртқы сауда елдерінде олар батысында Египет пен Месопотамиямен, шығысында Қытай және оңтүстік шығыс Азиямен, солтүстігінде Иран және Орта Азиямен байланыс жүргізді. Саудаларының түрі екі түрлі болды: керуен саудасы және каботаждық сауда дамыды. Каботаждық сауда дегеніміз жағалау саудасы еді. Өйткені Үндістанның үнді түбегінде орналасуы каботаждық сауда жүргізуге өте тиімді болды. Осы
Синг саудагерлері алыс саяхаттан оралған кезеңде өздерімен бірге таныс емес дүниелер алып келсе, сонымен бірге өздерінде ойлап тапқан заттарын да саудаға салып отырды. Ең үлкен сауда эталоны ретінде олар өздері ойлап тапқан таразыны көрсетіп жүрді. Таразыны ойлап тапқан үнділер екендігінде ешқандай күмән жоқ. Барлық елдің енді өзіндік өлшеу дәстүрі, салмақты, қашықтықты, жеке жүйелері болғанмен, Үндістанның таразысы олардың ішіндегі дәл және нақтысы болып есептелді. Үнді мәдениетінде тағы біз нені ойлап таптық деген кезде, оларда хирургияның, мәдениеттің жоғарғы дәрежеде болғандығын көруге болады. Олар адамды емдеудің және адам организмінің қалай орналасқандығын 4-3 ғасырларда біліп танып қойған екен. Үнді емшілері дәрілік өсімдіктер мен хирургиялық құралдарды пайдаланып, науқастарды дұрыс емдеудің ең озық жүйесін ұсынды. Медицина жөніндегі білімді олар аюрведа деп атайды, яғни ұзақ өмір сүру туралы ғылым деп атаған екен. Сонымен бірге ежелгі Үндістанның мәдениетінде атақты барлығымызға таныс шахмат ойыны ойлап табылды. Математиктар ондық санау жүйесін ойлап тапты. Біз араб сандар деп атайтын сандар үнді сандары болып есептеледі, шынайына келгенде. Арабтар оларды үнділерден үйренгендігін мойындап, қазір әлем елдері ең бірінші санды үнділердің ойлап тапқанына көндігіп отыр. Үнді математиктары 0 деген санды енгізді және пи санының анағұрлым нақты пәні 3,16 екендігіне шүбә келтіріп отырған жоқ. Сонымен бірге ол үнді астрономдары жердің шар тәрізді екеніне ең алғаш көз жеткізгендердің бірі. Сонымен қатар барлығымызға таныс үнді шайын өсіретін плантациялар мен қант құрағын өсіретін плантациялардың өте үлкен аумақты алып жатқандығы белгілі. Үнділермен таза шайды өндіру мен қант құрағын өндіріп, әлемге сатуда әлемдік рекордты орнатып отыр. Сонымен бірге қорыта айтатын болсақ, олар тастардан зәулім сарайлар мен ғибадатханалар салынып, әлі күнге дейін өзінің туризмнің назарын аударатын ғибадатханалармен ерекшеленіп отыр. Үнді жеріне саяхаттап баратын болсаңыз, міндетті түрде олардың сарайлары мен ғибадатханаларын аралап қайтыңыз, өйткені ол жерде ежелгі Үндістанның мәдениеті мен салт дәстүрін сақтап қалған ерекше осындай суреттер мен көріністерге тап боласыздар. Қазіргі Үндістанның неге жағдайының төмендеп кетуінің нәтижесін іздей бастайсыз. Мүмкін тарихта ежелгі Үндістан тарап кетпегенде, мәдениеті тоналып кетпегенде, Үндістан қандай болар еді деген сұрақтардың шешімін өз ойыңызша жорамалдап шешіп көруіңізге болады. Осындай Гупта әулеті дамып отырған кезде 5-ші ғасырда Үндістанға Орта Азиядан көшпелі ғұн тайпаларының бір бөлігі эвталиттер келіп басып кіреді. Ол империяның құлдырау кезеңі басталып, 6-ші ғасырда Гупта мемлекеті ыдырап, әртүрлі ауқатты раджалардың қолында билікке кетеді. Кейін 20-ші ғасырда Англия мемлекетінің жаулаушылық кезеңі басталып, Үндістанның жағдайы төмендей береді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.